38-ші сұрақ. Суретте көрсетілген жазбаның дұрысын көрсетіңіз. Мына жақта бір белгісіз фигураның жазбасы берілген, және сол фигураны табу керек. Енді, қалай біз оны табамыз? Әрбір фигураны, мына фигураның жазбасымен салыстырып, егер ол келмесе, біз оны сызып тастаймыз да, егер ол келсе, біз оны жай дөңгелектеп жауабы деп ала саламыз. Бірінші фигура, қараңыз. Осы үшбұрыш, мына жақтағы үшбұрыш, міне. Оның оң жағында осындай ромб тұру керек. Мына жақта оның оң жағында ромб тұрған жоқ. Ромб оның сол жағында тұр. Ал мына фигураны аударғанда, қалай аударсаңыз, олардың орындары ешқалай ауысу мүмкін емес. Сонда А жауабы келмейді, оны сызып тастаймыз. Б жауабында, қараңыз. Осы екі үшбұрыш қалай тұрғанын көріп тұрсыз. Енді осы жерде қалай тұрғанын да көріп тұрсыз. Мына жерде олардың осы жағы екеуінің бірдей жағы болады. Ал мына жерде бір үшбұрыш, екінші үшбұрыш бөлек бір-бірінен тұрады. Және олардың толық бірдей жағы жоқ. Сонда Б жауабы да келе алмайды, оны да сызып тастаймыз. С жауабы. С жауабында мына жерде бізде ромб, мына жерде бос, мына жерде бос. Бірақ біздің фигурамызда тек қана бір беті бос. Сонда С жауабы да келе алмайды. Автомат түрде Д жауабы болу керек. Оны салыстырайық қазір. Қараңыз, мына жерде осы үшбұрыш, міне үшбұрышымыз, және оның сол жағында ромб. Сол жағында ромб. Барлығы дұрыс. Сонда Д жауабы дұрыс 38-ші сұрақта.